Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бұл IT Power Lab арнасы. Бүгінгі видеода біз AI враг жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Asset Store'ға кіріп Tony Tiny RTS Demo деп жазамыз. Сосын оны таңдап Open in Unity дегенді басамыз. Әрі қарай проектке импортировать етеміз. Енді Assets деген жерден Tony Tiny People'ға кіреміз. Prefab дегенге кіріп, Prefab'ты сценаға шығарамыз. Иерархиядан 3D Object сфераны шығарып, атын Point'қа өзгертеміз. Енді Point'ты 4 рет дубликаттаймыз. Point'ты таңдап, Scale'ға X 0.3, Y 0.3, Z 0.3 деген мағына береміз. Иерархиядан сол жақ мышканы басып Create Empty Points деген ат береміз. Point'тарды Points'қа саламыз. Осы поинттар AI враг жүретін жер. FPS контроллерді таңдап, оған Player деген тег береміз. Енді Points'қа Points деген тег береміз. Plane'ді таңдап Static деген жерге галочка қоямыз. Және Navigationға кіріп Bake дегенді басамыз. Атын Enemy деп өзгертеміз. Enemy'ді таңдап Add Component Nav Mesh Agent қосамыз. Assets деген жерден сол жақ мышканы басып Create Animator Controller дегенді таңдаймыз. Атын Enemy Controller деп қоямыз. Енді Enemy'дің папкасына кіріп, ары қарай аниматор. Енді осы 4 анимацияға Loop Time деген жерге галочка қойып шығамыз. Apply дегенді басуға ұмытып кетпеңіздер. Idle деген анимацияны тауып, оны аниматорға шығарамыз. Атын Idle деп өзгертеміз. Run деген анимацияны тауып, аниматорға шығарамыз. Атын Patrol деп өзгертеміз. Енді RAM RM деген анимацияны тауып, аниматорға шығарамыз. Атын Chase деп өзгертеміз. Attack деген анимацияны дәл солай аниматорға шығарып, атын Attack деп өзгертеміз. Parameters деген жерден плюсті басып, Ball дегенді таңдаймыз. Атын Is Patrolling деп өзгертеміз. Енді Idle'дан Patrolға Make Transition жасаймыз. Сосын Patrolдан Idle'ға жасаймыз. Idle'дан Patrolға баратын сызықты таңдап, Has Exit Time деген жерден галочканы алып тастаймыз. Conditions деген жерден плюсті басамыз. Енді Patrolдан Idle'ға баратын сызықты таңдап, Has Exit Time деген жерден галочканы алып тастаймыз. Conditions'тан плюсті басып, True емес False деген мағына береміз. Idle'ды таңдап, Inspector'дан Add Behavior дегенді басамыз. Сосын New Script, атын Idle Behavior деп қоямыз. Енді соған кіреміз. Әрі қарай мен жазған скриптті толық қайталап алыңыздар.
Patrolda tandap dәл солай скрипт жасаймыз. Атын patrol behavior деп қоямыз. Осы скриптті толық көшіріп алыңыздар. Енді anime'ді таңдап, инспектордағы аниматорда контроллер деген жерде біздің anime контроллерді апарамыз. Инспектордағы navmesh agent'in ішіндегі splitқа 2 деген мағына береміз. Аниматорға кіріп плюсті басамыз. Бұл дегенді таңдаймыз. Атын is chasing деп қоямыз. Дәл осылай бұл параметрін жасаймыз. Атын is attacking деп қоямыз. Енді idle'дан make transition жасап chase'ға апарамыз. Idle'дан chase'ға баратын сызықты таңдап, has exit time деген жердегі галочканы алып тастаймыз. Conditions'тан is chasing'ті таңдаймыз. Chase'тан idle'ға баратын сызықты таңдап, дәл солай галочканы алып тастаймыз. Conditions'тан is chasing'ті таңдаймыз. True емес false деген мағына береміз. Дәл солай патрольмен chase'ға істеп шығамыз. Енді chase'ті таңдап атаққа make transition жасаймыз. Дәл солай наоборот. Chase'тан атаққа қарай баратын сызықты таңдап has exit time'нан галочка алып тастаймыз. Conditions'тан is attacking'ті таңдаймыз. Енді атақтан chase'ға баратын сызықты таңдап дәл солай галочканы алып тастаймыз. Is attacking пен false дегенді таңдаймыз. Chase'ті таңдап add behavior, new script, атын chase behavior деп қоямыз. Мен жазғандай көшіріп алыңыздар. Дәл осылай аниматорда атакты таңдап скрипт жасаймыз. Атын attack behavior деп қоямыз. Скриптке кіріп, мен жазғандай көшіріп алыңыздар. Бәрі керемет жұмыс жасап тұр. Егер біз алыста жүрсек, anime өзімен өзі жүреді. Қасына қарай жақындасақ, ол біздің артымыздан қуып атаковать етеді. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.